Қазақ халқының сақталып қалуы қазақ әйелдерінің арқасы. Бұл әсіре мақтау емес, бұл шындық. Көпшілік көргісі келмейтін, мойындағысы келмейтін ақиқат. Сау санамен қарасақ, расы осы. Біз тозақтың сан сатысын өткен халықпыз. Әр тозақтан кейін бізді ұлт ретінде әйелдер сақтап қалды. Ақтабан шұбырындыда халықтың 3-тен 1 қырылды. Әйелдер өмірге ұрпағы келіп сақтап қалды. 20 ғасырда біз құрып кетудің алдында болдық. Өткен ғасырға әлемдегі ең көп халық болып кіріп, ең аз халықтың бірі ретінде шықтық. Бірақ жойылмадық. Әйелдер біздің ұлтты құтқарып қалды. 1916 жылға ұлт азаттық соғыс, артынша келген төңкерістің қырғыны, 1919-1921 жылғы 1,5 миллион қазақ қырылған аштық, 1931-1933 жылғы 3 миллион қазақты қасақана қырғынға ұшыратқан геноцид, 1937-38-дегі ату, асу, 1941-45-дегі қазақты қатысы жоқ соғысқа айдап салу саясаты бізді ұлт ретінде мүлдем жойып жіберу тиіс еді. Миллион өліктер. Отарлаушы миығынан күліп, алдағы уақытта қазақтың күні қараңғы ұлт ретінде жойылады деп іштей ойлады. 1959 жылы қазақ өз жерінде 29% ғана болып қалды. Саудасы бітті деді коммунистік Мәскеу. Бітпеді. Саудамызды әйелдер бітірмеді, тағы құтқарды. Алтын құрсақ аналар 8-10 баладан өмірге келді. Жарты ғасырлық қырғынға қазақ аналарының жауабы осы еді. Керемет жауап, бас етін жауап, біз ұмытпайтын жауап. Қазақ қайта тірілді. Оған ұлт ретінде жан берген қазақ әйел еді. 90-ның тоқырауы келді. Жұмыссыздық, дағдарыс, елде қаржы жоқ. Сол сәтте де аналар елді алға сүйреді. Сауда жасады, ала-дорба арқалап отбасын асырады. Қазақ әйелінің образы кең. Ол батыр, ол ардақты ана, ол аяулы жар, ол ұлтты сақтаушы, ол отбасының ұйытқысы, ол тәлім тәрбие беруші. Қазақ әйелі кең ұғым, оны тек шынайы қазақ ері түсінеді. Қазақ халқы әйелді сан ғасыр құрмет тұтып келеді. Еуропа әйелді мыстанға теңеп, отқа жаққанда, арабтар тірідей жерге көмгенде, біз қадір тұтып қастерлегенбіз. Оған Тұмар, Бопай, Назым, Гаухар, Зере, Ұлжан, Айғанымдар дәлел. Сондықтан қазақ әйелінің қандай болуы керектігін бізге араб пен батыс үйреткені қаншалықты дұрыс. Бізге әйелдің қоғамдағы рөлін басқалар үйретпесін. Араб сияқты әйелді тұмшалап, үйге қамап, қажет сәтте ұрып, қажет сәтте талақ ететін тексіз емеспіз. Әйелдің шынайы, нәзік табиғатын ұмыттырып, жалған идеологияны санасына сіңіріп, қартайған шағында құшағында немере емес, мысық құшақтап отыратын жолды да құп көру қателік. Біздің өз жолымыз бар, өз болмысымыз бар. Иә, қоғамда әйел құқығын таптайтындар бар. Ұрып соғатындар да, әйелді төмен санап, құл сияқты ұстау керек дейтіндер, қыз тапса таяққа жығатын неандерталь түсініктегілер де жетерлік. Оларды заңмен жазалау керектігін әлбетте қолдаймын. Әйел ол адам. Ол адамның құқығы заңға сай қорғалу міндетті. Дей тұра, бүгін көтерілген ұрандардың кейбіріне қосыла алмаймын. Олар ана болу міндет емес, өз жатырым, өз ережем деген сынды түсініксіз ұрандар. Бұл сонау сансыз тозақта қазақты аман алып қалған батыр аналардың ұстанымдарына қарсы лозунг сымақтар екен. Бұл біздің қоғам насихаттауға тиіс дүние емес. Аз ғана қазақ, аз ғана алаш баласы қазақ әйелі ана болудан бас тартса, қалай көбеймек? Қалай мына жерді сақтап қалмақ? Қазақтың жолы бұл емес. Қазақтың отбасы үлкен, баласы көп, ері де, әйелі де қызмет ететін, бір-бірін сыйлап түсінетін, бір-бірін құрметтейтін, сүйетін, білімге ұмтылатын бақыт ордасы болу тиіс. Қазақ әйелі ғажап жаратылыс иесі ғой. Қазақ әйелі тек бала туып, үйден шықпай отыратын таяу шығыстың бейбағы емес. Қазақ әйелі бала керек болса өзің тауып ал деп еріне аш қасқыр шатылатын да жан емес. Қазақ әйелі ол қазақ әйелі.